досым құрылыс компаниясын басқарып атқаныңа біраз болды. Небір зәулім үйлер саласыңдар. Қазір мен қиын жағдайда жүргенін білесің. Үйсіз далада қалып кеттім. Сол бір салып атқан үйлерінен 2 бөлмелі пәтер берсең. Дос деген қиын кезде сыналады, көмектесші маған. Үй керек те. Болды, берем. Бірақ 200 мың теңге. Есіңде ме? Не отыр, тыныш па бәрі? Досым, 200 мың теңге бере тұршы. Ақшам болмай жаңа квартирадан шығып, бала-шағамен далада қалып қойдым. 200 мың дейсің ба? Так. Просто менде ақша бар. Анау есептері бар да ақшаның ше. Берем ғой негізі. 200 мың теңге қойсаң, бір күнде жаратасың. Бала-шағамен далада қалып қойдым. Жоқ, біліп тұрмын ғой, 200 мың теңге ғой ол. Бүгін беретіндерім бар, алатындарым бар, сондай да алыс-беріс болып отыр да қазір. Болса берем ғой досым, не алам сенен айып? Өтініш, досым. Қазір қоя тұршы. Досым звондап отыр да. Алло, Самат? Бітсей сен, 1-2 күнде хабарлассай, ақша болып қалады менде. Бала-шағамен далада қалып қойдым, досым. Ақша берем саған. Арзан деп ескісін алмаңдар, жаңасын ал, өзін төлей салам ақшасын. Қайырды отырсыңдар. Сол кезде сөйлейтін жақта сен едің. Қараш жер домалақ. Қазір мен сөйлейтін жақтамын. Бірақ екеуміздің айырмашылығымыз, мен сен құр қолмен қайтармаймын. Үй беремін, ертең кешен құжаттар дайындап береді. Сен дұрыс айтасың, дос ауыр кезде сыналады деп. Бірақ сен сол кезде сынақтан өтпедің. Енді бара берсең болады. Рахмет. Байлық бәріне беріле беруі мүмкін, бірақ адамгершілік бәріне де беріле бермейді екен.